Так, құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Жіберілген опрос бойынша, алғашқы бірінші, екінші, үшінші жұмыс бойынша кішігірім интенсив өткізіп жіберейін. Себебі көп студент базаны қажетті деңгейде білмегендіктен олар ойдағыдай верстка жасай алмай жатыр. Мен сіздерге қазір верстканың бизнес процесте с нуля қалай жасалынатынына кішкене шолу жасап көрсетемін. Бұған дейін айтқандай, бізде қандай да бір, скажем, бизнеске сайт жасау керек болады. Сол кезде алдымен заказчик өзінің талаптарын айтады. Оны обычно бриф деп айтады. Мысалы, бриф на разработку сайта. Google'дан брифтің не екенін ашып қарайық. Обычно ол техническое задание. Заказчиктің исполнительге қойылатын қандай да бір талаптары. Мысалы ретінде бір 3-4 брифтің түрін қарап көрейік, қалай жазылады. На самом деле сіздер өздеріңіз интернеттен іздеп қарасаңыздар болады. Типа, как пишется бриф, немесе там, как создать бриф. Ол қалай болуы мүмкін? Вот, заказчик туралы жалпы ақпарат, потом название компании, сайт вашей компании, если есть, дальше область деятельности, то есть бизнес қай бағытта жасалады, адресы сайтов или название компании конкурентов, чтобы компанияның қандай видениесі бар екенін білу үшін, дальше сроки разработки, бюджет, ответственное лицо и дальше вот кетеді. Яғни бізде цели сайта, мысалы біз клиенттерді өзімізге привлекать етуіміз керек, немесе повышение узнаваемости компании, улучшение имиджа, қандай да бір тауар немесе қызметтің продажасы, одан кейін акция туралы деген сияқты. Дальше тип сайта, скажем, мына жерде қандай да бір сайттың ішінде сервис жасау керек болса, мысалы вопрос, ответ, голосование, отзыв, форма обратной связи и т.д. кете береді. Яғни бұл жерде бізде болашақ сайтымызды клиент қалай көргісі келетіні туралы жалпы кішігірім бір ақпарат жинаймыз. Так, осыдан кейін брифті клиент толтырғаннан кейін, то есть заказчик, бізде уже маркетолог немесе менеджер, то есть клиент пен программисттің арасында менеджер жұмыс істей бастайды. Одан кейін дизайнерге береді. Қандай да бір талаптарын, қандай да бір жаңағы бриф бойынша перечинді жазып, дизайнерге технический задание құрастырып береді. Одан кейін дизайнер өзінің жұмысын істеуге кіріседі. Так, мысалы, мен кішігірім бір дизайн сыздым. Скажем, бізде Tesla компаниясының машиналарын сататын бір сайт жасауымыз керек. Бұл жерде тек басты бетті ғана жасадым. Егер Figma'да жұмыс істеу немесе Figma'да қалай дизайн сызу керек қызықты болса, комментарий жазыңыздар. Ол туралы да бір кішігірім видео түсіріп көреміз. Скажем, бізде бриф бойынша осындай бір сайт жасау керек болды. Мына жерде header, логотип, одан кейін home, модель, contacts, төменде мына жерде қандай да бір рекламный, скажем, блок, просто артта сурет, алдында ссылка, то есть компанияның атауы и астында там қандай да бір ақпарат. Төменге түсетін болсақ, бізде мобиль, то есть автомобильдардың модельдері, перечень, одан кейін аксессуарлар деген веб парақшаға өтетін кнопка и төменде футер бізде. Осыны дизайнер дайындап береді. Мен мына жерде қысқаша ғана тек десктопқа, яғни рабочий стол, то есть ноутбук немесе компьютердің экранына арналған шаблон ғана құрастырдым. Ал біздің мақсатымыз, яғни дизайнер бізге осындай шаблон құрастырып береді. Бұдан кейін программистқа ол макетті береді. Вот .fig деген файл. Енді қараңыздар, егер сіздерде мынандай .fig немесе .png деген жазу көрінбесе, то есть файлдың расширениясы, онда біз вид дегенді басамыз. И мына жерде вот расширение имен файлов деген. Осыны белгілейміз. Немесе параметры, вид, именно төменде скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов деген жерден птичканы алып тастауымыз керек. Сол кезде бізде осылай файлдың типіне байланысты расширениясы көрініп тұрады. Дизайнер программистке осындай макетті береді. Одан кейін суреттегі шаблонды береді. И дальше ішінде пайдаланған суреттерді береді. Мысалы, вот қараңыздар, главное main page, то есть main image.
біздегі мына главный сурет. Одан соң модельдердің суреттері и төменде тұрған мына бір сурет. Сонымен қатар дизайнер программистқа қандай шрифт пайдаланғанын туралы айту керек. Там, скажем, робота немесе Times New Roman или же Arial деген сияқты басқа да. Сосын шрифттің типтері қандай болғанын и қандай размерде екенін толық жазып беру керек. То есть техническое задание да болу керек. Дальше. Скажем, біз программистпіз и макет деген папканы алдық. Ішінде біздің шаблонымыз бар, макетіміз бар, пайдаланған суреттеріміз бар. Енді дальше біз сайт құрастыруға кірісеміз. Ол үшін, как обычно, VS Code ашамыз. Новая папка создавать етеміз. Мысалы, там, Tesla HTML. И осы папканы біз былайынан ашуымыз керек. То есть программада ашуымыз керек. Так, да. Енді смотрите, енді мен жауып тастай салайын. Вот біздің так, стоп. Бізде вот Tesla HTML деген папканы аштым. Мышка 15 басамыз, открыть с помощью код. Енді қарайық. Бізде папка ашылды. Енді сайттың структурасы қандай болады? Міндетті түрде ең бірінші главная страница бізде index.html деген расширениемен сақталу керек. Так, шаблон құрастырам. Шаблон құрастыру үшін Shift бірді басып, былай лик белгіні жасам и табуляция басам. Tab деген кнопка. Бізде осындай шаблон ашылады. Так, там Tesla деп жазып қояйық. Дальше бізде папка болу қажет. Там либо CSS, либо же style деген атаумен. Так, просто мен CSS деп қойын. Тағы да бір папка болу керек. Обычно ол мына уровеньде болады. То есть директория, главная директорияда уровеньде. Ол там JavaScript, там JS. Или же script деп сақталады. Мен просто JS деймін. CSS-ның ішіне main CSS немесе style CSS деген атаумен мына индекстің өзіне тікелей қатысты CSS болу керек. Так, екеуін байланыстырамыз. Link, дальше hrefке мен жазам CSS, CSS-ның ішіне style CSS. Так, сонымен енді так, код жазуды бастаймыз. Мысал, просто div. Так, но қалай болып жатыр деп ойласаңыздар деген сұрақ туындаса, мысалы біз элементтің атауын жазамыздағы и потом табуляцияны басам. То есть мен вручную былайынан жазып отырмайым, там h1 деп жазып отырмайым. Просто h1-ның өзін жазам и табуляция. Немесе, скажем, h1-ның ішінде бізде p болып и оның ішінде a болатын болса, мен былай жазылам. h1 былайынан, сосын былай и a-ны басам, табуляцияны басам. И вот видите, қандай разница. То есть біз кодты осылай тез жазаламыз. Так, енді жалғастырайық. Сосын сіздер установить ететін бір-екі расширение бар. Ол ең қажетті расширение. Так, қазір атауын айтам. Міне Live Server деген расширение. Осыны сіздер мына поискқа жазасыздар. Live Server деп. И бірінші осы шығады, үстінен басып, потом соны установка жасап аласыздар. Сол Live Server'да установка жасағаннан кейін, когда біз HTML деген файлды ашатын болсақ, бізде төменде мынандай кнопка пайда болады, Go Live деген. И қазір попробуй басып көрем. Бізде сразу автоматически Live терезе ашылады. То есть мына бір 5500 деген адрес бойынша мне бізде мынандай уведомление шығады. Там server is started at port там 5500. И мына жерде вот көрініп тұр. Қай портта екені. Осы порт бойынша бізде уже осы HTML файлымыздың live, ну там сервер ашылады. Енді скажем, осы жерге мысалы h1 жазып көрейін, там hello.
Сохранить деген басам Ctrl-S-ті, и менде сразу обновление болады. Так, вот видите, бізде сразу hello деген H1 уровеньдегі заголовок дайын болады, то есть көрсетеді. Скажем, там div-тің ішіне p, и там su. Ctrl-S, сразу бізде пайда болды. Так, енді біз мына сайтымызды жасауға кірісейік. Ең бірінші бізде, мына жерде H1 немесе H2 уровеньдегі заголовок жазуға болмайды. Бұл жерде біз обычный ссылка арқылы жазамыз. Негізі H1 мына веб парақшаның ішіндегі ең салмағы ауыр ақпарат. Сол үшін H1-ге біз маңызды ақпаратты жазғанымыз дұрыс. Мысалы, мына жерде Tesla Motors Incorporation деген жазуды H1-ге, ал төмендегі is an American Multinational Automotive and Clean Energy Company дегенді біз H2 немесе H3 заголовка жазуымызға болады. Сонымен қатар Model S, Model Y, Model 3 деген сияқты машинаның модельдерін тоже H2 немесе H3 заголовкта жазсақ болады. Так, енді кірісеміз. Қазір Figma-да қалай жұмыс істеу керектігін үйретейін. Figma-да екі түрлі жұмыс істеу типі бар. Бірінші дизайнердің типі, то есть дизайнер үшін, екіншісі уже программисттар үшін. Дизайнер үшін мынандай бір мультифункционалды кнопкалар қолжетімді, және сол арқылы жұмыс істей алады. Ал программисттар мынаны басып Dev Mode деген режимде жұмыс істейді. Оның разницасы неде? Мысалы, мен мына бір карточканы бассам, маған сразу карточканың типін, то есть ұзындығын, биіктігін, потом бордер радиустың, и потом задний фон қандай екенін сразу көрсетіп тұрады. Или же картинка тоже самое вот. Background қандай типта болатын. Сонымен қатар мына жерде вот бізде суреттің үстіне тіктөртбұрыш қойылған. Ал тіктөртбұрыш ол мынандай бір прозрачный қара цветке боялған. Вот осындай параметрлер қолжетімді. Сол кезде біз өзіміз мына жерде угадать етіп отырмаймыз. Там қанша биіктігі болады екен, немесе қанша ширинасы болады екенін біз угадать етіп отырмаймыз. Сонымен біз жұмысты бастаймыз. Ең алдымен мына үстіне хизерді жазуымыз керек. Енді қарайық. Бізде сайтта, то есть ноутбукта немесе мониторда экран әртүрлі болады. Сонымен қатар бізде ең маңызды ақпарат, то есть сайттағы ақпараттар, міне байқап отырсақ, мына жерден бастап мына жерге дейін орналасқан. Бұл читаемая, видимая область. Бұл не үшін керек? Мысалы, ВКонтактеге кіретін болсақ, вот мына сурет. Біздегі маңызды ақпарат, ол тек мына жерден бастап мына жерге дейін ғана жалғасады. Яғни бізде мониторымыз үлкен болса, онда уже мына жерден пустая строка болады. И мына жақ тоже пустая строка. Тек қана мына бір орта, ол мониторның ортасында көрініп тұру керек. Независимо от монитора, от ноутбука или же от компьютера. Сол үшін бізде фиксированный бір ширинасы қойылады. Мысалы, бізде мынау 1440 пиксель. Міне мынадан бастап мына соңына дейін. Ал мына аралық, так, мысалы, скажем, вот мына логотиптен бастап мына жерге дейінгі аралықты біз білуіміз керек. Ол үшін мына логотиппен мынаның арасы 80 пиксель, и мынамен мынаның арасы 80 пиксель. Яғни біз 1440-тан 80-80 160 пиксельді алып тастауымыз керек. Рабочая область ол 1280 пиксель. Сол үшін мен стайлдың ішіне контейнер деген класс жазам, где оның ширинасы 1280 пиксель. Сонда қазір тексеріп көрейік. Мысалы, контейнердің background color, пусть пока будет red. Так, обычно with ең үстіне жазылады, сосын height, то есть маңызды ақпараттар. Скажем, давайте 100 пиксель басым бастапқыда. И мына жерге контейнер деген div ашам. Так, ашып қараймыз. Вот видите, бізде 1280 пиксельде рабочая область пайда болды.
Енді біз бұл областьті ортаға алып келуіміз керек. Яғни бізде мына оң жақтан да, сол жақтан да бірдей 30 туп қалу керек. Оны біз қалай істейміз? Бізде 30 туп CSS-те margin деген 30 туп бар. Ол сыртқы 30 туп, яғни внешний 30 туп. Мысалы мен margin left, скажем, 80 пиксель деп жазам. И вот видите, бізде 80 пиксель margin left пайда болды. Бірақ оң жақтан көп. Чтобы бізде сол жақтан и оң жақтан екеуі бірдей болуы үшін margin left auto, margin right auto деп жазамыз. Вот видите, бізде оң жақтан, сол жақтан да и оң жақтан да бірдей margin пайда болды. Яғни біздің рабочий область ол постоянно осылай ортада болып тұрады. Когда біздің экранымыздың пикселі 1280 пиксельден көп болған кезде. Вот 1280 пиксельден көп болған кезде. Так, ал бізге мына үстіндегі 30 туп керек емес. Негізі CSS жазған кезде ең үстіне мынандай жазатын, былайдан жазу керек. Box sizing border box, margin 0, padding 0 деп жазу ол стандарт. Яғни бізде қандай да бір элементте margin немесе padding болса, сразу обнулять етеді оны. Так, дальше бодиға как бы кішігірім бір осындай бір фон берейін. Қазір жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін. И дальше кірісеміз. Енді келесі бізде мына жерде ең үстінде header бар. Давайте вот жасайық. Header, .header. То есть header деген класспен. Вот видите, сразу осындай пайда болды. И оның ішіне мен контейнерді қоям. То есть бізде header'ның ішіне міне мынадан бастап мына жерге дейін контейнердегі ақпарат болу керек. Так, header logo деп класс ашам, оның ішінде менде мынау болу керек. Так, оны мен ссылканың ішіне салам. Потом давайте вот плайнан жаза салайын лого. Дальше бізде вот header logo болды. Енді бізде header меню болсын. Яғни бізде ол мынау навигация. Navigation надан бастап home, models, contacts деген. Бұны обычно UL-дің ішіне LI деп жазады. Яғни бізде список бойынша. Енді смотрите, вот UL-дің ішіне LI болады, и LI-ды 3-ке көбейтім мен. И вот смотрите, мына жерде қандай бір подсказка пайда болған. Мен қазір табулетсам басам, и вот видите, осындай зат пайда болады. Или же былай LI, да, LI3 былай A-ны қоям. Яғни бізде LI 3 рет болады, и оның ішіне ссылка болады. Басам, вот видите, бұл тез жұмыс істеуге ыңғайлы. Мына жерге мен класс беремін. Так, пусть будет меню, ну так, просто меню бола салсын. Енді мына жерде басында home, сосын models, и дальше бізде contacts. Так, тексеріп көрейік, бізде не болып жатыр? Міне, бізде ақпарат пайда болды. Енді, так, мен қазір 1 минут стайлды былай қойын. Дават қарайық. Мене қазір не пайда болды? Header. Header'ның ішінде контейнер, чтобы ақпарат на ортада видимой областьта болу үшін. Контейнердің ішінде сол жақта бізде логотип, и ол ссылка, и оң жақта бізде меню. Дальше мен, давайте контейнерден на background color алып тастайын, чтобы көзді прям резать етпесін. Так, контейнер ең үстінде болсын, потому что оны жиі қолданамыз, жиі өзгертуге тура келуі мүмкін. И дальше вот header'ға мен өзгертем. Яғни бізде header'ның арты, задний фоны, background color,
FFF ол ақ болып тұр. Енді қарайық, бізде аққа айналды. Ода height бізде 100 пиксель. Одан кейін, енді смотрите, вот UL, LI-ды қалай жасаймыз? Бізде header logo, потом header menu деген бар. Яғни контейнердің ішінде header logo, header menu. Енді өткен тақырыпта біз өткеніміз бойынша header логоға біз давайте width беріп көрейік, где, скажем, 100 пиксель болсын. И float left болсын. Так, вот, видите, бізде өзгерді. Енді header менюға біз давайте width, скажем, пока 500 пиксель болып беріп көрейік. Дальше float right беріп көрейік. Так, тексеп көреміз, оң жаққа қарай кетті. Так, төмен түсірейін кішкене. Енді дальше бізде на UL деген бар. UL класс меню. Біз қалай меню жасай аламыз? Мысалы, когда мен UL.menu деп, то есть, яғни мен UL на менюді беріп атырмын, UL.menu. Осының ішінде мына бір LI-лар, яғни олар бізде мына жерде как бы блочный тип болып тұр. Строчный болу үшін мен оған бұлай болады. LI display inline деп жазамын. Вот видите, бізде үшеуі де бір жолға сәйкес келді. Яғни бізде олар блочный емес, строчный типқа айналды. Енді дальше бізде қарайық. Мысалы, мен қазір header'да 100 пиксель деп бердім heightқа. Но тексеріп көрейік, ол на самом деле 100 пиксель мекен. Ол үшін мышканың оң бетін басамдағы просмотреть кодты басам. Сосын мына кнопканы таңдайым. Немесе клавиатураның Ctrl-Shift английский C-ді таңдайым. И вот мынаны басам, контейнер деген басам. Мына контейнерге келдік. То есть header, header'ның ішіне контейнер, header logo, header меню. Так, видите, ол бізде қазір 100 пиксель болып тұр header. Но біздің мына бір дүниелеріміз ортаға келу керек. Оны енді қалай жасаймыз? Бізге оны жасау үшін мына header logo мен header менюға, немесе вот мына контейнердің ішіне padding беруіміз керек. Мысалы, мен қазір мұнда padding жазайын. Padding top. Padding top деген, яғни мына үстінен 30 топ береді. Скажем, давайте вот 40 пиксель жазып көрейін. Более-менее, да, вот прям ортаға кеп тұр. Если мен қазір мынаны төмен түсірсем, вот видите, бізде ол ортаға кеп тұр. Енді осын жазып көрейік. Яғни header'ның ішіндегі, то есть header емес міне. Да, header'ның ішінде контейнерге бізде міне мына знак, ол бізде мына элементтің, то есть мына класстың ішіндегі классқа тиісті болады. Padding top. Так, 40 пиксель дедік, міне бізде 40 пиксель болды. Так, ортаға түсті. Енді дальше тағы да тексеріп көреміз. Яғни мен Ctrl-C-ді бастым. Енді бізде мына элементтер қалай жұмыс істеп тұрғанын қарайық. UL menu класс. Оның ішінде бірінші LI, екінші LI и үшінші LI. И смотрите, бізде үшеуі де бір-біріне жақын болып тұр. Ал Figma-да оның арасы, міне мына элементтің арасы 70 пиксель. Мына элемент пен мына элементтің арасы, как видите, вот 70 пиксель болып тұр. Осыны енді енгізуіміз керек. Яғни бізде міне мына элемент пен мына элементтің арасы 70 болу керек, мына элемент пен мына элементтің арасы 70 пиксель болу керек. Оны қалай жазамыз?
яғни вот UL-дің ішіндегі LI-да margin, давайте вот мынадан бастап жазып көрейік. Margin right 70 пиксель деп. Вот видите, енді бізде дұрыс орналасты элементтер. Пока осылай тұрып тұрсын. Нет, давайте жалғасып тұрсақ сразу. Мысалы бізде вот енді аның ішінде, скажем, былай жазамыз. ul.menu, оның ішіндегі алар, міне мына ссылкалар, кешірім өтінем, li и оның ішіндегі алар. Айтамыз, оларда text decoration, ол не екен? Былай none дейміз. То есть бізде мына астында сызық болмайды деп жазамыз. Плюс color, бізде қандай түс? Басып көрейік. Қара түс. Font size 16 пиксель и font style normal, font weight 400 пиксель. Яғни мына жерге мен жазам color решетка 000. Вот қара түске айналды міне, байқайтын болсақ. Содан кейін font size 16 пиксель. Так. Да, бізде вроде 16 пиксель де. Негізі, на самом деле, font size-ды body'дің ішіне жазу керек болады, потому что обычно бәріне қатысты болады font size и color-ды тоже осының ішіне жазсылайық. Вот бізде кішкене более-менее болды. Стоп. Бізде еще стиль на робота деген бар. Font family робота. Оны тоже жазып өтсілайық. Body'дің ішіне font family, былай тырнақшаның ішінде робота, sans serif деп жазам. И вот бізде өзгерді. Так, header логоның ішіне де давайте мынаны, то есть міне мынау, ол бізде header логоға қатысты тоже. Ол үшін бұлайнан қасына бірге жазамыз. Header лого, оның ішіндегі A өтір. И вот видите, бізде типтары бірдей болды. То есть мына ссылкалар барлығы бірдей болды. На самом деле негізі бізде мына деревалар, мына дерево деп айтады, как бы header, оның ішінде контейнер бар, контейнердің ішінде header лого бар, оның ішінде ссылка бар, потом мынау бар деп. Бізде жоғарыдан бастап төмен қарай жазамыз мына стильдарды. Сол үшін мен мынаны аламындағы мында қоямын. Біз қазірге мына басындағы header жасадық. Енді дальше мен мына секцияны жасаймын. Келесі main section деп как бы атау береміз бұған, потому что негізгі маңызды ақпарат осы жерде орналасқан. Так. Header'ның астында main деген секция болады. Оның ішінде міндетті түрде контейнер болады. И все, контейнердің ішінде бізде не бар? Как бы сурет ол задний фон. Одан кейін H1 и H2 дедім да. Ну, H1, H3 болсын. Так, H1-ге Tesla Motors деген текст жазылады. Осы жерден бұлай копировать ете аламыз. И дальше H3 болсын, ол мына бір текст. Так, сайтымыз не болып жатыр? Ну, примерно вот. Дальше. Біздің мына бір төртбұрышымыздың ұзындығы 1440, міне мына жерде тұр. Ал биіктігі 500 пиксель. Соны жазып өтейік. Яғни бізде main секциясы width'ді жазуын қажет жоқ, потому что ол автоматически height 500 пиксель. Потом не байқап тұрмыз. Бізде мына тексттар ортада тұр. Яғни text align center. Мынаны ашып қояйық. Вот, сохраняю. Бізде text align center болды. Келесі
бізде не бар? Мына контейнердің ішімен, то есть мына дизайнның ішінде мынадан бастап как бы отступ бар да. Біз оны пэддинг арқылы берсек болады. Яғни мына жерден бастап мынаған дейінгі аралық 205 пиксель екен. Яғни мына жерге так, жоқ бұл емес. Мына mainның ішіндегі контейнерде точка контейнер padding топ бізде 200 пиксель болды. 205 пиксель. Опа, бізде вот төмен түсті. Так, пока мына төмен өшіп сайын, 205 пиксель. Енді бізде келесі мәселе. Мына mainның ішінде, не main. Қазір мына жерін ашып көрсетейін. Не вот бізде main. Mainның ішінде задний фонда бізде картинка болу керек. Жаңағы машинаның суреті. Оны қалай істейміз? Жаңағы дизайнерден алған суреттерді барлығын скопировать ете аламыз папкамызға. Мына жерге images немесе img деген папка создавать етеміз и осы ішіне саламыз. Міне біздің суреттер барлығы. Дальше бізде main деген мына бір секцияның ішінде, міне мына бір селекторның ішінде background image деп жазған керек жоқ, просто background и дальше URL деп жазамыз. Яғни URL деген ол ссылканы көрсетеді. Енді дальше решетка, то есть решетка емес мына slash images, images'ның ішінде бізде main image деп жаздым. Вот бізде машинаның суреті пайда болды. Так, мынаны төмен түсірейін. Пока өшіп тұрайын. Вот бізде машинаның суреті пайда болды. Так, бізде мына H1-ді қарап өтейік. Так, не бар екен бізде? Text Align Center, Color мынандай. То есть ақ цвет, потом Font Family, Font Size. И давайте вот мынаны бәрін просто скопировать ете салайын. Керек емесін кейін алып тастаймын. Так, мында көрініп тұрмын. Вот. Смотрите, H1. Просто бүйтіп қоям. И вот видите, бізде пайда болды мынандай. Так, Font Family керек емес, Text Align керек емес, Font Size тұра берсін, Font Style керек емес, Font Weight тұра берсін. Или, по-моему, алып тастауға да болады. Да, алып тастауға болады. Потому что H1-ның өзі ол жирный текст. Так, H1. Я. Дальше. Тура осылай, то есть бізде H3 бар екен. Енді H3-те бізде не бар? Ода тоже просто скопирую и потом керек емесін өшіп тастаймын. Так, мына екеу керек емес, font size керек, font style normal керек емес, font weight тоже керек емес, мынау керек емес. Так, көрдік, да, ну, вроде нормально, да? Но арасында екеуінде қарайық, 38 пиксель padding бар, отступ бар. Соны енгіземіз. Яғни H3-те padding топ, нет, padding топ емес, margin топ, потому что ол сыртқы внешний отступ 38 пиксель. Вот видите, бізде осындай бір пайда болды, осындай бір отступ пайда болды. Так, дальше. Енді смотрите, мына жерде как бы мына жазған дүниелерді, если вот хаос болып кетсе былай. Мына былай кетті, сосын мына былай, еще там, скажем, мына жерде былайнан болып кетсе осылай. Мынаның бәрін бір ретке келтіру үшін Alt Shift F деген кнопканы басамыз. И вот видите, барлық прямо структурированный болады. Так, келесі H3, H1 мен H3-ті жаздық. Ну, мына жер қарасақ, как бы екеуі прямо 38 пиксель айырмашылық жоқ сияқты менің ойымша. Поэтому давайте оны 38-ден азайтайық. Ну, на глаз. Да, вот 30 пиксель вроде нормально. Еще бір мына жерде вот ссылка бар, и мына жерде тоже ссылка бар екен. Қараң, асты сызылған автомативпен Clean Energy дегенде. Ол жерге біз
автомотив дегенді отдельно аға қоямыз, то есть ссылка ғой бізде. И clean energy дегенді тоже ссылкаға қоямыз. Вот бізде мынандай ссылка пайда болды, но оның түсін біз өзгертуіміз керек. Қалай? Түсін өзгерту керек, асты сызық қала берсін. Просто давайте былай істейік. Когда вот mainның ішінде жазып көрейікші color решетка FFF. Так, не действует, потому что өзінің колоры автотет жоғары, то есть преимуществосы бар. Поэтому біз лучше былай істейік. Mainның ішіндегі аларға дейік, потому что мына жерге там класс деп отдельно жазып отырмай. И мына жерге color решетка FFF. Так, стоп. Стоп, mainның ішінде контейнер, и контейнердің ішінде H3, H3-тің ішінде A екен ол бізде. Сол үшін былай істейміз олай болса. Main A точка. Давайте былай болсын, ондай болса. Мына жерге класс. Там main link дей салайын. И мына жерге точка main link дейін. И вот бізде осындай пайда болды. Келесі біз қазір алғашқы мына бірінші хидерді, потом мына main секциясын аяқтадық. Енді келесі бізде кішкене күрделі секция бар. Яғни бізде модельдердің типтері. Қалай жасаймыз? Егер мән беретін болсақ, бізде models деген как бы H3 немесе H4 типіндегі заголовок бар. Жаңа айттым, как бы H1 ең үлкен салмағы ауыр, одан негізгі ақпарат болады, одан кейін H2 екінші негізгі ақпарат деген сияқты. Сол үшін models деген негізгі ақпарат емес, ол просто бізде заголовок. Сол үшін H3, H4, H5-ті пайдаланған мақұл. Одан кейін бізде мына бір карточка товары бар. Егер байқайтын болсақ, мында бір былай рамка өткен. Егер міне бір рамка өткен. 1, 2, 3, 4 рамкамыз бар бізде. Рамканың ішінде машинаның ішінде астында мынандай сызық, содан кейін машинаның моделі, и потом ссылка и ссылка, да? Осын жасауымыз керек. Так, да, вот төменде, енді соны жасаймыз. Mainның астына, как бы, section, пусть будет класс там models, да? Да, models бола берсін. Енді бізде H4 models heading дей салайын. Ол жерде бізде просто models деген жазу болды. Міне мынандай пайда болды. Стоп, мен оны контейнерге салдым кеттім. Бізге бірінші контейнер керек. Міне енді дұрыс болды. Так, одан кейін төменде мен мына 4-теуін бірінші бір контейнерге салам. Контейнер емес, div-қа салам. Потому что контейнер уже бізде ол белгіленген, фиксированная ширинасы бар. Оны біз тек қана видимая областьқа ғана пайдаланамыз. Пусть будет models, контейнер болсасын, models контейнер. Яғни мына models контейнер дегенмен мына контейнер деген екеуі екі түрлі класс. И оның ішінде менде пусть models карт, яғни бізде карточка. Карточканың ішінде img, оған класс бере салайын сразу, models img деп. img-ның ішінде hr болады. Models HR. Так, HR-ның не екенін қарайық. Міне мынандай бір сызық бізде HR деген.
Міне қазір өшіп тастайын. Вот сызық өшіп кетті. Қайтадан қосам. Сызық пайда болды. Так, HR-ның ішінде біз HR-дан төмен бізде мына атауы бар. Пусть ол там H6 бола берсін. Models. Модель текст дей салайын. Так, модель Y болсын. И оның астында тағы да бір мен контейнер ашамын. div. Models емес card links дейін. Да, давайте мына жерде мен cards дейін, потому что ол отдельно карточка ғой. Яғни бізде модель емес карточканың ішіндегі ақпараттар болған үшін. Міне былай. Яғни бізде қарайық. Міне мынау, то есть міне мынау бізде міне мына бір models деген заголовок, осы секцияның заголовогы. Одан кейін төменде мына жерден бастап мына жерге дейін мына бізде полностью барлық машинаның карточкалар болады. Мына отдельно бір машинаның карточкасы. Міне мына жерден бастап 43-тен бастап 53-ке дейін. Қазір мына керек еместерді өшіріп тастайын. Міне мынадан бастап мынаған дейін жеке бір мына модель S деген машиненің карточкасы болсын. Сол үшін мен мына models card и оның ішіне card image, card HR, card model text, card links ден. Ал links-тың ішінде бізде не бар? Екі ссылка бар. Card link дейін, немесе card A дей салайын. Ссылка екен түсінікті бізге. Так, ол бізде екеу. Так, жазамыз. Біріншісі бізде просто learn, яғни сол машина туралы ақпарат, и одан кейін order, яғни заказ беру. Енді бізде не пайда болды? 4-ке көбейте салайын. Скопировать етіп. И вот бізде міне 1, 2, 3, 4 модель пайда болды. Давайте мынаны өшіп салайын. Вот видите, бізде 4 модель пайда болды. Пока өшіріп тастаймын, мына керек емес істеді басында. Шатасып кетпес үшін. Мына жерден бастап мында дейін өшіріп тастаймын. Пока екеу болып тұра берсін. Енді бұған мен стиль жазып шығайын. Давайте сразу бірінші сурет қойып қойын, кішкене әдемі болу үшін. Так, машинаның тип суреттер қандай екен көрейікші. Так, групп 1 дейді мына бірінші машина. Пусть групп 1 тұра берсін. Вот, бізде машинаның суреті пайда болды. Кішкене болсын. Нормально. И екінші суретке img групп 2-ні қоя салайық. Или там не бізде групп 1 дейді. Групп 1. Ну-ка. Бізде когда модель с контейнерінің ішінде модель с карт, и соған тупо мен қазір былай with 50 емес 300 пиксель деп жазайын. Вот бізде мынандай зат пайда болды. Потом мынаған float left деп жазайын. Вот видите, бізде как бы мына дизайнға ұқсады. Әлі дорабатывать етеміз, пока что осылай. Енді дальше біз не істейміз? Мына модель с контейнердің ішіндегі, то есть кешірім сұрайын, модель с headingқа класс берейік. Алдымен міне models точка models. Мен қараңыздар, мына жерде қалай істеймін? Міне мына секцияның ішінде орналасқан. Поэтому мен мына мен мынаның арасына паддинг беруім керек. Паддинг топ 50 пиксель. И внизу тоже төменде мына мен мынаның арасы. Так, бізде 100 пиксель екен. Енді смотрите, былайнан істейміз. Міне models деген секцияға міне section деп жазамын отдельно, чтобы шатасып кетпес үшін. Паддинг үстінен 50 пиксель. Оң жақ сол жақтан пока 0 и төменнен 100 пиксель деп жазамын. Вот, бізде мынандай зат пайда болды. Дальше мына модель с headingқа, то есть бізде мына H4 модель с headingқа мен текст align center деп жазамын. Вот, бізде ортаға келді.
Дальше мынаның классын скопировать етіп алайын мына жерден. То есть қандай қасиеттер бар екенін, модификацияларын, модификаторларын. И керек емесін өшіріп тастаймын. Так, бізде мынау керек емес, color керек емес пока. Font size керек, font style мынау керек емес. Вот видите, бізде как бы мынаның дизайнымен бірдей болды. Дальше бізде мына бір heading пен мына карточкалардың арасында тоже бізде төмен түскен, то есть отступ бар. Мына карточкалар мен мына headingтің арасында отступ бізде 50 пиксель. Соны жазуымыз керек. Яғни вот models heading и models heading. Так, бір минут мынаны кішкене үлкейтейін, чтобы түсінікті болу үшін. Models heading пен models контейнердің арасында бізде не бар? Бізде 50 пиксель отступ бар. Сол үшін models headingқа немесе models контейнерде, да, лучше models контейнерге жазайық. Margin top 50 пиксель. Вот, бізде ол төмен түсіп кетті. Дальше бізде мына бір каждый карточканың өзінің ширинасы бар. 300 пиксель и height биіктігі бар 350 пиксель. Сонымен қатар border radius бар и background бар. Давайте соны белгілейік. Яғни бізде models картта не бар? Width 300 пиксель, height 350 пиксель. Сонымен қатар background color. Давайте мына жерін скопировать ете салайын, мынаны. И border radius'ты скопировать етейін. Былай істедім. Вот видите, бізде не пайда болды? Андай бір закругленный. Бұрыштары закругление болды. Сонымен қатар фон өзгерді. На самом деле бізде фон мына жерде полностью ақ. Енді біз body'дан мына бір фонды алып тастайық. Ең үстіне вот body'дан background color мынаны алып тастаймыз. Ақ болып тұрсын. Вот енді қарасақ бізде міне ақ задний фон, ал мынау болса кішкене вот сұр фонға айналды. Енді дальше не істейміз? Пока да, кеттік. Енді дальше бізде models контейнер. Models контейнердің ішінде models карточканыкі, суреттен кейін HR, там та-та-та-та-та. Енді карточканың ішіндегі ақпараттармен жұмыс істейміз, то есть ақпарат емес элементтермен. Енді қарайық. Бізде мына суретті бассам, суретпен мына сыртындағы неміз карточканың арасында паддинг бар. Карточканың өзінде паддинг бар. 9 пиксель, жоғардан там 7,5 пиксель дейді. Давайте 8 деп ала салайық мен. Яғни бізде вот models картқа мен жазам. Вот после мына ұзындығы мен биіктігін жазғаннан кейін паддинг деймін, үстінен 8 пиксель, оң жақ сол жақтан 6 пиксель, төменнен 0 пиксель деймін пока что. Вот қарайық, мәшіне бізде жылжыды, я? Егер байқасақ, қараңыздар, вот карточканың мына жағынан жылжып тұр, и мына жерде разницасын көресіздер. Мына жақтан жылжып тұр. Так, одан кейін бізде AMG мына машинаның барлығының ұзындықтары 282 пиксель. Мынау тоже 282, жоқ 293 дейді. Мынау там 293 дейді. Мынау ше 275 дейді. Ну давайте 290 деп алып көрейік. Яғни бізде вот card image'ға width 290 пиксель. Ну-ка, қалай өзгереді? Так, пока что байқамай тұрмыз.
И давайте вот модель с картқа текст align. Центр дейін. Вот, бізге центрге келді. Так, флоттан кейін қарайық. Паддингтан алдын мен жазайын margin right, потому что оң жақтан неше пиксель. Мына карточка мен мына карточканың арасы 25 пиксель, мынанікі 25 пиксель, мынаның арасы. Мына мен мынаның арасы 25 пиксель. Так, төменсек 25 пиксель. Сохранить. Төменсеміз, вот бізде қарайық. Арасы как бы ашылды. Просто бізде қазір мына жерде машинаның суретті екеуінің размері екі түрлі болғандықтан, скорее всего, осындай разница болып тұр. Қазір бәріне бірдей ширина берейік. То есть высотасы 153 пиксель дейді, 153 пиксель, мынау там 175. Скорее всего, мына суреттің размері басқаша болып тұр. Так, сонымен бізде 154 пиксель. Значит, 150 пиксель болсасын. Вот, видите, бізде так келді, бірақ мынау как бы созылып қалды. Ну, ладно, оны кейін дұрыстаймыз. Оны суретті дұрыстау керек болады бізге. Так, енді бізде мына HR бар. Мына бір элемент. Ол басынан бастап соңына дейін жалғасқан екен. Карточканың. Вот, with 300 пиксель, height 1 пиксель. Соны жазамыз. Яғни бізде мына бір HR. Міне мынау. Ол мынандай болады деп, былай бит жазып қояйық. Карта HR. Ctrl Alt Shift F-ті басам. Вот, былай әдемі болады. Вот бізде. Так. Мына сурет, машинаның суретінің ішіндегі сызық болса керек. Да, вот, видите, мына жерде мындай сызық бар. Ладно, пока мән бермейміз. Оны кейін как-нибудь можем өшіруге фотошоппен. Так, енді дальше бізде мына машинаның моделінің атын жазамыз керек. Ол бізде так 22 пиксель екен. Normal, font weight 500. Яғни бізде карт модель текст. Міне мынау. Font size неше пиксельден ұмытып қойдым уже. Ну, мынаны скопируем, мына жерден керек жерін. Былай төмен қоямыз. И вот бізде қарайық. Өзгерді. Содан кейін ол суретпен там margin бар, 30 пиксель дейді. Давайте 30 пиксель деп жазсайын. Ең үстіне жазатын. Негізі обычно with height, потом margin, padding дегендер ең үстіне жазылу керек. Как бы ол негізі ақпарат болған үшін. Так, да, вот, margin топ. Одан кейін бізде астында уже вот card links бар. Card links, margin топ тоже ода. Бізде неше пиксель? Мынаның арасы 30 пиксель екен. Вот, бізде міне кішігірім уже карточка пайда болды. Енді мынаның арасы 82 пиксель дейді, или же біз қалай жазаламыз? Міне мынау ширинасы 45, мынаның ширинасы 44 болсын, там 45 плюс 44, 45 плюс 45 90 пиксель, и екеуінің арасында 80 пиксель 30 туп бар. Яғни бізде 90 плюс 80 170. Біз можем былай. Міне мынаған карт линксқа with береміз. Так, 170 пиксельден ба, қателеспесем. И точка карт нижний А, margin right, неше пиксель болды? 80 пиксель. 80 пиксель деп көрейік. Стоп, что-то дұрыс болмады.
Так. Int h child 1 деймін. Так, оны... Давайте олай емес екен. Былайынан қояйын мен. Да, осылай қалсын. Енді смотрите, int h child деген не ол? Бізде былай деп тұр. Cart A деген класстың бірінші кездескеніне, міне int h child дейді, бірінші кездескенге осыны бер деп тұр. Если мен мына жерде 2 дейтін болсам, ол бізде міне мына ордерға береді. Мына ордерде қазір margin right 80 пиксель болып тұр. Маған бірінші керек. И вот менде осындай пайда болды. Дальше мына машинаны тура солай істейміз. Яғни біз қазір просто скопировать етсек болады. Яғни вот мына жерден бастап мынаған дейін осылай скопировать ете аламыз. Ctrl-S. И так, мына машина түсіп кетті. Енді не үшін? Не үшін түсті? Потому что бізде каждый элементте міне мынада margin right 25 пиксель бар. Келесі элементте 25 пиксель margin right бар. Одан кейінгі элементте и одан кейінгі элементте. Яғни бізде 300 пиксельден 4-те өреді. То есть 325, там 4 рет 325 болған кезде 1300 пиксель болып кетті. А бізде рабочий область, рабочий контейнер, ол бізде 1280 пиксель. Яғни азайтамыз 1280 пиксельді, и бізде 20 пиксель мынау сыртқа шығып кетті. Сол үшін мына төмен түсіп кетті. Енді оны қалай істей аламыз? Ол үшін int h child'ты пайдалансақ болады. Яғни бізде міне models cart и жазамыз models cart int h child 4 margin right 0 дейміз. То есть бізде мына соңғы элементте margin right жоқ. Міне көрініп тұр. Пока біз осылай істейміз, потому что grid бойынша басқалай істеуге болады, сонымен қатар flexbox-та істеуге болады, но біз пока оны өтпедік қой, то есть имеется в виду flexbox-ты мен алда үйрететін болам, пока что біз осылай істей берейік, яғни соңғы элементке margin right-ын азайтып тастай салайық. Енді қандай разница не байқап тұрмыз, мындай бір ошибкалар бар. Мынау не екен бізде? Ол бізде HR екен. HR не үшін сыртқа шығып кетті? With 300 дейді. Так. Не үшін 300, HR не үшін сыртқа шығып кетті? Потому что қарайық. Бізде карточканың өзі 300 пиксель. Видите, но оның ішінде padding бар бізде 2 жақтан 6 пиксельден. Яғни бізде 300-ден 12 пиксельді алып тастаймыз. Там 284 пиксель. И плюс одан мына жерде HR-да 300 пиксель дедік, яғни бізде вот сыртқа шығып кетеді, ол сыймайды мына ішіне. Сол үшін жаңағы HR-ға 300 емес, 280 деп көрейін. Қалай болады екен? Так, вот, ну, ортаға келді. Так, 288 пиксель болу керек. Да, міне енді екі жақтан да бірдей разница қалып тұр, мына жақтан и мына жақтан. Вот осылай дұрыс. Model S, мына машиналарды мен суреттен өзгертіп тастай салайын, чтобы дұрыс әдемі көріну үшін. Екінші машина болсын. Нет, екінші машина емес. Group 1, 2 и image 2 дейді. Так, вот бізде кішігірім уже сайтымыз ұқсады. Енді келесі. Мына бір аксессуары деген секция бар. Так, бос орындар керек емес, өшіріп тастаймыз. Так, section access деп жазсайын, қысқартып
не бар бізде? H4 бар. Да, мына жерде біз вроде H4 дедік, иә? Да, міне H4. И там просто кнопка бар. Да, так, жазамыз h4.access там title дей салайын. Текстті скопируем, қоса салайын. И астына. Так, access title деп жаздым. Негізі қалай жазамыз? Heading деп біз. Негізі правила бойынша или там әдемі жазу правиласы бойынша бір типті элементтердің атауларын бірдей етіп жазған мақұл. Сол үшін мысалы access heading немесе там access title и барлық жақта title болған дұрыс, или там heading болса heading болған дұрыс деген сияқты. То есть мен вот жаздым мынаны, и оның астында менде кнопка болады. Либо button мен жазуға болады оны. Button деп, либо ссылка арқылы жазуға болады. Мен ссылка арқылы жазам. Access button, яғни button деген сөз. Так, и төменде бізде не деп тұр? Там shop now дейді. Мында shop now деп жазамыз. Так, обновим. Сохранить, обновить. Міне бізде мына жерде пайда болды. Не үшін? Так, разберемся. Section class. Models дейді. Так. Мына бір инструментті қосамыз. 1 минут. Так. Вот. Енді бізде проблема болды. Не үшін? Models контейнер дедік, и оның ішіндегі элементтер вот отдельно 4-деуі де float болып тұр. Яғни мына 4-деуін 1, 2, 3, 4-деуін басқа элементтер байқамай тұр, потому что бұлар float деген состояниеда. Сол үшін біз мынадан кейін, яғни мына access-ке float non беріп көрейік. Так, жұмыс істемейді. Или лучше модельске. Так, модельс бізде мына жерден бастап 250 пиксель. Давайте модельстің биіктігін көріп алайықшы. Яғни мына жерден бастап 350 пиксель плюс төменде мына жерге дейін 100 пиксель. 350 плюс 100 400 пиксель екен. Модельске біз 450 пиксель беріп көрейік. Так, мынау төмен түсіп кетеді екен. Так. Қандай проблеманы шешудің жолын іздейміз. Или же мен... Так. Мен былай істей. На models card, потом, section. И когда вот мына жерден бастап, контейнер ішінде models heading, міне мына жер. Одан кейін бізде models контейнер бар ғой, когда вот модельдердің контейнерлері. То есть мына 4-деуі бір контейнердің ішінде тұр. Содан кейін мен тупо span деп көрейін. Модель span. Нет, давайте лучше өзіне стайл жазсалайым мен. Span. И мына жерге style float non деп көрейік. Так, төмен түсем екен. Стоп, төмен түспеді. Так, менде проблема қандай болды? То есть жаңа бізде мына секцияның ішінде мына элементтер, контейнер ішінде мына бір элементтер, 4-деуі бізде float деген позицияда болды. Сол үшін мына float деген позиция болғандықтан олар плавающий состояниеда. И оны обычно мына 4 элементті келесі элемент, яғни бізде келесі элемент қайсысы? Мына section access, міне мынау.
ол байқамайды, и ол пытается осылармен бір уровеньде орналасуға. Но как бізде мына элементтердің өзінің фиксированная ширинасы болғандықтан бізде мына элемент бір уровеньде, бірақ мына соңына қарай шығып кетті. Бұл қате. Енді осыны дұрыстау үшін мен осы элементке clear деген свойство беруім керек. Міне мына жерде мысал ретінде көрейік. Clear и мен boz деген свойствоны беремін. Ол бізде не істейді? Мен мұна ашып көрсеттім мына жерде мысалда вот CSS макет и мына жерде қарайық. Вот. Когда мы используем float, нам нужен следующий элемент ниже, то есть төменде. Float'тан кейінгі элементті, яғни бізде мына төртеу float болып тұр, и одан кейінгі элементтер, міне мыналар, төмен түсу керек. Ниже, не справа или слева дейді. Нам придется использовать это clear свойство. Для этого clear свойство. Яғни свойство на clear определяет, что должно произойти с элементом, находящимся рядом с плавающим элементом. Яғни біз мына элемент float'тан кейін қалай орналасу керек деп белгілейміз. Мына жерде как бы осындай свойстволар бар, мәндер бар, и біз boz таңдаймыз. Элемент помещается под левый и правый плавающий элемент. Яғни бір өзіміздің настройкамызға байланысты, ол немесе оң жақта, немесе сол жақта емес, екі позицияда да орналаса алуы мүмкін. Жалғастырамыз. Так, міне бізде тұр. Section'ның ішінде h1 и h4, то есть и бізде ссылка бар. Мен оны контейнердің ішіне салдым, кеттім. Так, удаляем контейнер и он ішіне салам. Вот видите, бізде как бы структура бойынша әдемі болып орналасты. Енді біз оны так, точка access жаңағы clear жазым керек. Ұмыт кетпей boz. Одан кейін access text align center. Так, қалай орналасты? Вот центрде орналасты. И бізде не бар? Мына мен мынаның арасында padding бар. 163 пиксель жоғардан, төменнен. Мына мен мынаның арасы 144. Вот, давайте вот пока 160 пиксель деп белгілей сайын. Так, clear'дан кейін жаза берейін. Padding 160 пиксель, екі жақтан 0 пиксель. Көреміз, вот ортаға келді. Енді біз артынан сурет қойымыз керек. Background URL .img и қай сурет екен? Үш шығар. Да, ең үшінші сурет екен. Так, бізде не бар? Мына екеуі жабысып қалды. Оны өзгерту үшін access'ке не қосам? Margin топ қосам, там 50 пиксель примерно. Міне мынамен мынаның арасы 100 пиксель екен. Так, не үшін істемеді? Көреміз. На самом деле мен беріп тұрмын 100 пиксельді, но бізде... Так, тағда ашып көреміз. Не болып жатқан? Так, давайте былай істеп көрейік. Модель с контейнерден кейін бағана спанды жазып көрейін. Style clear boz болсын. Ну-ка. Нет. Пока пропускаем.